Біз шарық охотаға өзіміздің етімізді алып шығатынбыз. Короче, киіктің еті Айдос мариновать етіп өлтіріп дайындап қойыпты. Енді қырғауылға шығып жатырмыз бүгін. Кия стингермен десе атпай атсақ киіктің етін жеп қайтамыз. Киіктің етін жеп қайтамыз, атпай атсақ. Атып атсақ та киіктің етін жеп қайтамыз. Атсақ та киіктің етін жеп қайтамыз. Болды, давай таза киіктің алып шық. Мына ишак звондап отыр маған. Взял Айдоса? Беру. А? Алып атырмын. Үй жақтасың ба? Шығып атырмын. Кетші, завайт етіп алдың ба не? Жебетіп алып мен. Жоқ, қотталып тұрғанда өшіп қап атырды алдындағыдай. Иә. Бір көрсетіп алу керек оны. Нау? Абекеңдікіне барамыз ба? Иә. Абекеңдікіне? Иә. Давай, сияқтан. Біле, Алида заттарды алу керек қой бізге. Алсай барып енді. Давай, соны алып келе берем, сен Абекеңді оята бер, Абекең тұрмаған әлі. Давай. Охотаға шығар алдындағы жырығы бітпейтін. Анан алу керек, мынаны алу керек, анан салып ал, мынаны салып ал деп. Сол үшін де охотаға шығарда, енді біздің случайда түнде дайындалып қою керек. Продукты, анау арақты, арақ деп сушняктарын алу деген жұмыстардың бәрін түнде дайындап қою керек. Бірақ біз Қазақстандағы номер 1 безответственный адамдарымыз, сол себептен бізге жарасады. Ал сіздер өйтпеңіздер. Бүгін Құдай қаласа ПТК арнасында охота, рыбалка жайындағы жаңа бағдарламамыздың тұсаукесері болады шығар деп тұрмыз. Енді түсіруге шықтық. Түсірмеген неміз қалды енді. Машина алдық, GoPro алдық, камералар алдық. Посмотрим, что из этого получится. Дерет егер мына жерде Федор деген жігіт тұтқанда. Бұдан не шығатынын көретін боламыз. ПТК арнасымен бірге болыңыздар. GoPro, стоп видео. Заттырдыл. Охотаға барынша маскироваться етіп, сондай цветтегі киімдер киетін сияқты. Аппақ куртка, қып-қызыл шапка киіп алған. Не айтты? Бірден көзге түскім деген ба? Осындай бәлелерді құрту керек еді. Біреу откройте багажник деп атсап. Здорово. Магазинде заттар алып отыр. Таза киім алып шықтың ба? Алдымнан деген сабақ болды десе я? Айнама тарақпа дейтін бір говорят ғой. Сондай бар. Май ғой. Бүйтаусың. Нормальный, оно не сой жа. Крем ма бірдеңесі. Да, жасыл. Короче, ыстық нан келді. Анау тандыр нан деген тұрған, анау тандыр нан деген жерден. Ыстық. Давай. Ой, ба. Крышкасын дағын жағыш. Ой. Еркек құсап алса, жағып. Алло. Шыбын, здорово. Здорово. Қалайсың? Аман сен. Шыбыннан фенің қалай өшіреді? Ақтаға. Анау, не тұр ғой? Градус өзгертетін, печка положениесін өзгертетін. Иә. Сон дәл қасына оң жағында бір домалақ бұрайдың тұр ғой. Иә. Болды. Болды өшір. Ал бұйырса келдік орнымызға. Қазір штабқа қарай барамыз. Біздің штабымыз көшіп жатыр. Жайлаудан қыстаққа көшіп жатырмыз. Мынау ғой ағайындар квартира. Не деген тамаша жер мынау деген. Түф. Ал бір стакан Финляндияда коладан тарт жіберіп қылғат қопсын ғой. Иә. Сол кола деген моңғол вообще қойып кетті ғой. Напиток, кола дегеннің бәрін. Ал бисмилля. Бұйырған атамыз. Байлақ қойған анымыз жоқ, Байлақ қойған аң құсымыз жоқ, айналайындар.
Бұйырған атамыз бұйырмаса етімізді әкпе бағамыз нады бойды. Мына жерге дейін бойынша машинамен келе салатын едік. Білмеймін неге топит етіп жүргенімізді. Бірақ енді жүру де керек қой, ә? Моңғол. Алдында. Ой, қоян? Айбеке саған қарай кет, Айбеке. Нардан бір онда. Ани, кеп, я мойында. Я. Нағылды ағайында қоян жүгірді, 2 қырғауыл ұшты. Жерұйық деген осы ма? Анау бір мекен ұшты. Жоқ ата, бұл жерұйық емес. Бұл Қызылорда. Это двухстволка, пацаны. Жоқ. Это Кораз был. Ой, он живой еще, прикинь. Айдос, братнаны өлтіріп тастайсашы. Ой, бля, мен андай қолым бармайды. Айдосқа бересіз ба? Стой десейдің. Кораз. Да, кім тегізді? Сен ба? Купировкпен. Спрашиваешь. Қоян аттым, ол примерно аттым. Мекені ұшты ғой наның алдында. Атамай қалдым шеш. Мен былай алдынан бүйтіп ұшқанда қуатамайды екен. Короче, былай ұшқанды тур атасында, былай ұшқанды қиын. Бәрімізді қайдам деп, Қоян ба деп. өзінше өп кеттің. Бәрімізді қайдам, өзіміз әйтеуір атқанымызды қуатамыз деші. Менікі анау самонаводящийся ғой. Общем осындай ғой. Қызылорданың табиғаты аңға бай, артық асыра сілтеп айтатын ештеңесі жоқ. Өздеріңіз көрдіңіздер. Территорияға кірдік. Бір қоян, менің көргенім 3 қырғауыл ұшты. Біреуін атып алдық, біреуін мағыл тегізе алмай қалды. Қазір екінші локацияға бар жатырмыз. Ол көлдің жағасы. Сол көлдің жағасында қолданатын бір тактикамыз бар. Сол жерде болса болды, болмаса бұйырғанын алдық та. Шүкір, дымсыз қайтқан емеспіз осы жерден. Мынау GoPro-ны ше, шапкасыз кисем, мынаусысы түрси сияқты болып. Түрсеңді маска киіп похуй болса ба? Саған похуй бар еді, похуй. Онда түрсеңді басыңа киіп ал дейді, ол вечерде ше. И андай свет өшіріп тастап жатқанбыз ғой, 2 бала бір қызға таласып қалады да. Не нахуй болып жатыр да, қараңғы бөлме. И біреу тұрып, похуй ма не саған, маған похуй. Похуй болса түрсеңді басыңа киіп ал дейді ғой. Осыдан кіретін бек мен. Иә. И анау тұрады да, уағаға болады ғой. Ат тұрып біреу свет жағады, анау түрсейін басына киіп алған ғой. Көзің жетті ма, похуй екен. Көзің жетті ма? Кәдімгідей дәлелдеп тастады, анау бала үндемейді. То есть ештеңе дей алмайды, күле береді. Біздің бұл жерде бір қолданатын тактикамыз бар, Моңғол. Бұл тактиканы кезінде Че Геваралар жазып кеткен. Яғни қамыстың арасын аралай алмаймыз ғой енді. Соответственно, Айдос мына жерден атады қазір. Сонда қамыстың арасынан ұшады. Қазір білмеймін ғой, шама ұшпай ма. Енді мұздың астына түсіп өлесің ба енді қырғауыл деп? Бля, отчетливо естідім мына жерден дауысын. Атшы келіп мағыл, мына жерге батшы. Пышыр ете қалды мына жер. Вот видишь направление. Осылай атшы сен 5 атарсың ғой. Бля, жоғый. Aydos. Bizde sohbet yapmadık. Ey, onu tavbasa қайтып салуға бола ма? Жоқ, қай жері көрдің оны? Қатты құлаған жоқ сияқты ғой. Mağan kiyip atıyor. Бля, сен ренжімейсің, мен күліп атқан. Я ондай қатты құлаған. Айдос,
Оны тауып алса қайтып сала ма? Салмайды ау. Салмайды ау. Айдос ренжішпе күліп атқан ма ше? Қалай жүремін енді мен? Сен тіспен жүрмейсің ғой, аяқпен жүресің ғой. Қалай жүремін дейді. Мазға бля. Зуб даю деген осы ғой, я. Ой, бля, родной. Тісің түсіп қалғасын бір түрлі болады да. Мен соңғы рет қашан бүйтіп күлгенім есімде жоқ, брат. Ишана. Айдостан да ұялып баратырмын да сөйтіп күліп атқаным ма ше? Мен сол ұялып күлмедім қай. Ой бош. Батық бал. Кетші батық балдық па, бля. Ұшпады каргабулчики. Жоқ қырғау. Пиздец қуат, бұл сен мына жерден түсіру керек екен ше. Айдос қатысқансың ба сондай құлайтын бірдеңеге? Жоқ. Подержи мое пиво деді. Охотаның заключительный этабына келіп қалдық. Моңғолдың осы мына жері бар, қарап шығатын. Сол жерде бір-бір қарап шықсақ, табымызға келіп орналасып. Бұйырғаны біреу екен бүгін. Бля, мен моңғолға бір ұсыныс айтқым келіп тұр ше. Мынау біреудің қорасы ғой. Бірақ енді біз кіріп оның малын атайын деп атқан жоқпыз. Осы қораның ішіне кіріп атып көру керек сияқты. Себебі осы қораның ішін вообще прочесывать етпейміз біз ше. Моңғол брат, енді қораның ішін аралап көреміз, адам аяғы баспаған жер ғой былайынша. Моңғол екеуміз бір қырғауылға одновременно тигізіп бір рет ол осы жерлерге құлап ананың астына кіріп кетіп сол күй таппай қалғанбыз иә. Ол шакалдар жеп кетеді. Сол кезде екеуміз падранық болып қалды, таппай қалдық деп уайымдап екеуміз. Брат, өзі мына жер ашық тұр екен ғой. Главное, сымын қиып атқан жоқпыз, малын атып атқан жоқпыз. Мынандай брошка үйлер көрсем қорқам ше, бір түрлі ішінен біреу ассалаумалейкум деп шығып келе жатса, еба мына жерде қолыңда мылтық болмақ танкінің ішінде отырсаң да ұйықтайтын сияқтысың ғой. Моңғол! Еще моңғол жоқ. Қараңғы түсіп келе жатыр. Брошенный үйлердің қасында тұрсын. Моңғол связьға шықпайды. Бұл не деген сөз? Қайтамыз деген сөз. Менің жасым 35-ке келіп қалды былайынша, бірақ мен әлі күнге дейін сондай фобияларым бар. Қараңғыдан қорқам. Қараңғы клубтан қорқпаймын мысалы. Ух, бля. Спокойно. Тигіздің ба сен? Бля. Тиді ма или қонды ма? Ол маға өз еркімен қонып атқан сияқты болып көрінді. Бірақ білдім да то, что ол өз еркімен ұшып баратқан қырғауыл қонбайды ғой. О, мына тұстарға келіп қонды. Сен оның артынан қарап тұрсың ғой, мен боковойынан қарап тұрмын. Осы маңайға келіп қонды. Я, ол андай. Мені таптым. Бөля жоқ, прикинь, ёп твою мать. Мынаны қырғауылма деп қойғансың ғой. Прям көзіме четко қырғауыл болып көрінді. Бөля базар жоқ. Ана бір заброшкадан барынша алыстағым кеп баратыр ше. Жігіттер, мылтық атып жүрсің, молодец. Ер азамат мылтық атып аң аулау керек. Анау мынау деп қарайсың, үй нормально ше, терезесі бәрі орнында тұр. Келіңдер, ал мынау жағы деп алдыңа келіп дастарханды жайып ше, неше түрлі дерзкий қыздар отыр ше за столом. Ал сері жігіттер тілек айтсын дейді, сен тұрасыңдар жалақтап тілек айтасың, ал братан рахмет деп ше. Сөйтесің да бүйтіп қасықтап аласың да. Бісміллә деген кезде бүкті жоқ кетеді. Болған дейді ғой, сондай аңыз естіген мен. Мен екі адамнан естідім сол аңызды ше. Дастарханға отырып бісміллә деп жаңында жоқ болып кететін ше. Бірақ сол екі адамда менің атам деп айтып берді ше. Так, өлтіріп киім ауыстырып алдық. Мынау Астанадан BI групптан квартира алған кезде типа осындай сыйлық береді. Әрқайсыңызға Астанадан бір квартира бұйырсын деп арымдатып охота рыбалкаға. BI групп па? Салмақты екен,
Осы видеоға лайк басқандарға да бұйырсын Астанадан квартира. Ал, ішке кірмедіңіздер ма? Есіктің алдында таза ауашты отырсыздар ма? Мынау біздің квартирамыз. Мынау парадный ход, кісілер келгенде, қонақтар келгенде кіретін. Мынау өзіміздің черный ход, кухня, әр жағында туалет, машина әр жағында. Мынау залымыз, қонақ күтетін. Жазда енді мына жерде елестете беріңіздер. Вообще тонуға Бұл деген бұл жаман болып жатыр. Мына жақта киік қуырдақ. Қырғауыл атамыз, бірақ киік жейміз. Осындай адамдарды көрдіңдер ма? Қырғауыл атады, бірақ киік жейді. Тек тісінің жоқтығы шамалы. Бүтін әлі үйрен самай атыр. Қазақ еліне минус бір тіс. Короче, проблема көп. Айдос не пісіріп атқанын көре алмай тұр мына жерде. Маған ол костерін жағамай жатыр. Бір кем дүние әйтеуір. жамба деймін. Тоны отыра берейікші. Аударасың ба? Аударам, әбеке. Оны жағмай қалмай ма? Ей, сен оны одан да ағылшыншаға аудар. Ағылшынша аударайын ба? Мхм. Сіз жоқ адам аударса қалай болады екен? Айта бермеші, комментарийге жазады ертең стоматологтар, мен істеп берейін деп. Істетіп аласың біреуіне бар. Осы сен тамақ салсаң неғып жылайсың? Ұстап тұра береді. Қоя салай береді. Костерің жаймен де өзі қой деді ғой, мен моңғол жаққанша мен өзім жанып алайын деді ғой. Костерді индийцтер құсап жағады екенсің. Үш-үштандай купол қылып ше, пирамидка қылып ше. Айдыскан. Ой, тасты ішпейді. Моңғол, мен қазанды апарам, сен алумен жеймен түсіріп ал, қазан өзі бір адамның салмағы ғой. Ой, сендер, не істеп жатсыңдар сендер? Шама артқа тарт. Неге сондай? Ей, Айдос, сен де артқа тартасың осы балдарды. Сендер 69 не істеп жатсың? Туф, мынау Айдос деген осы Қызылорда облысының при акимате области жуисті. Келеді, жуасын турап беріп кетеді. Ойбай қолым. Қазақты билеп төсек деген орыстар ғой соқта шейін. Қырғызстан, Афганистан. Қырғызстан олар и так жібереді. Суды так и так жібереді. Өзбекстан білет су жібермей қалып еді, прасыны платный қойды. Жауып. Сол кезде бірден суын жіберді. Я, сенге дұрыс. Просто Арал неге тартылып отыр? Орыстар кінәлі дедің ғой сен? Арал неге тартып жатыр, әбеке? Сырдарияға, біздің өтетін Сырдарияға облайша. Сосын тағында Амудария бар. шіркелі құймай ма? Шіркелі құймайды ғой, шіркелі. Чисто күшті кетеді олар. Ніл ше, ніл. Біз, достар, отырыстың ең жаман моментіне келдік. Сал, жина, анау қайда, мынау қайда. Ойбай, мусор қалмасын, мынаған сал. Оны шакалдар жек бітеді, ананы сиырлар жек бітеді. Наны бірдеңе жек бітеді, мал жек бітеді. Қақты мал жек бітеді ол серік вақтыда. Серіктен кластасым ғой. Аланан, пани. Аланан деймін. Не азап ал. Сен бишара күле алмай да қапсың ғой. Не азап бүкіл комфортты тастап, далаға шығып, маңырап жүргеннің рахаты неде? Мен рахат емес деп атқан жоқпын, күшті демалып жатырмыз, бірақ в чем смысл? Осының жауабын білетін адамдар болса комментарийға жаза кетсеңіздер. Әрбір дені сау охота банямен аяқталу керек. Мынандай охотаға киген киімді бірден құртып, бірден тап-таза киім киіп, дым болмағандай бару керек та, үйге шіріп, сасып бармай ше. Одан кейін кеше Астанадан арнайы осы мүшайраға деп пихтовый веник алдық. Сіздер мынаны туалеттің табаны деп ойлап қалдыңыздар ма? Жоқ, бұл пилинг массаж істейтін жер. Парилкасы. Ойбай, пардан шығамыз дағыны. Ойбай. Осыған секіреміз.
Ойбай, әкең. Ну, чтобы вы понимали, дала деген минус 11 ма, 13 па сондай. Енді Петропавл, Павлодар деген солтүстік өңірдегі бауырларымыз, азаматтарымыз бұндай температурада қиналмай жүреді жар енді, бірақ біз енді қызылордалықтар үшін нормальный температура болып тұр бұл енді. Ай, достары келесіз ба? Нау дейді. Қол қайыптан лапат көрмес па? Әбеке лапат дейді, екі қолын тұтып осылай прикинь. Жоқ, бір қолмен қайып тұр. Нау қолшы, нау төрт отақ көрмес па? Ой, я хочу. Лапат дейді, осылай кірді ғой, күшік сақшы. Кірді да. Ашты ма? Қытқыр етті ғой әмше. Байтын, екі лапаттың ашқа келсе. Кәдім білейм. Бит татты ғой. Мен сөйтіп қайып тұрып та анағы тықты да бүйтші. Кәм. Гүліп түскен. Байқаларға жүйдік. Ананша, ай деп. Айтқым келеді, бірақ бір намыс жібермей жатыр ғой. Солай жақсы. Дауысын шығармай сұманаға ше. Бірақ біле ойбайлатып атқан. Кейін кәнше новорожденный болып қалған ғой. Новорожденный. Кәмше денінде лақ кеше кәдімгі охотадан кейін Тұрып сен патылық басындырып алдың ба? Жоқ. Жоқ, әбеке тікірген жоқ. Еще біз кешке дейін жүрдік қой соған охотта. Пиздец жүрсіз ғой, бір нәрсе километр жүрдік қой. Кәш қашаған бас. Бірақ бәлем, арқан ешкім пытырлатамау мен. Арқам қатайып қалған ғой мен, арқам ше. Денем қатайып қалған ғой мен. Достар, балдар әрмен қарай қуып кетті. Бірінші выпуск осымен бітті. Алдағы уақытта енді біз қасымызға бір подписчикті ерткіміз келіп жүр. Кім бізбен бірге барғысы келеді, комментарийға жаза кетіңіздер. Или ауылдарыңызға шақырсаңыздар болады, міндетті түрде баратын боламыз. Ауылдарыңызға жазып кетіңіздер. Дәл осындай охота жасайтын боламыз. Давайте. ПТК арнасы қосулы болсын.